Бүгін нөмірі 10-шы орта мектепте өрт шықты. Қызыл жалын асхананы көк түтінге орады. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Оқу ордасында болған 80 оқушы және 30 мұғалім дер уақытында қауіпсіз жерге шығарылды. Тілсіз жау түскі 2-лер шамасында басталды. Асханада тұрған 2 тоңазытқыш өртенген. Қызыл жалын одан әрі шарпып, терезе жақтауы отқа оранған. Жалынның жалпы аумағы 10 шаршы метр. Өрт шыққан кезде асханада ешкім болмапты. Өрт сөндірушілерді түтіннің иісін сезген қызметкерлер шақырған. Құтқарушылар дер кезінде жетіп, 110 адамды эвакуациялады. Оның 80-і оқушы, қалғаны ұстаздар мен жұмыскерлер. Қазір қызыл жалынның себебі анықталуда. На тушение было задействовано 3 единицы. Түтін шыққанда мектептегі өрт дабылы автоматты түрде іске қосылады. Не болғанын анықтау үшін күзетші барлық ғимараттардың ішін аралап, өртті көргенде құтқарушыларды шақырған. Мектеп ұжымы қауіпсіздік ережесі бойынша әрекет етіп, бірден далаға шыққан.